Сіз мұндай оғаш жәндікті бұрын-соңды көрмеген болуыңыз әбден мүмкін. Олардың жасырын тіршілік ету салтына байланысты бұл ағзалар туралы ғылыми мәліметтер өте шектеулі. Биологиялық тұрғыдан алғанда құмырсқалар бұларды шынымен де құмырсқалар деп ойлайды. Бұл жәндіктер құмырсқа илеуінде оның өзге тұрғындарымен тең дәрежеде өмір сүреді. Олар құмырсқа шегірткелері деп аталады. Экологиялық тұрғыдан олар құмырсқаларға қатысты облигатты клептопаразиттер болып табылады. Дегенмен бұл ағзаларды бірден айыптауға асықпаған жөн, себебі олардың белгілі бір дәрежеде пайдасы да бар. Олар құмырсқаларды алдау арқылы қамқорлығына енеді. Құмырсқалар оларды өз туыстарындай қабылдап, мезгіл-мезгіл ауыздан ауызға қорек беріп отырады. Ал күнделікті тіршілігінде шегірткелер құмырсқа илеуін тазалаумен айналысады. Азық қалдықтарын органикалық қоқыста тұтынады. Тіпті иелерінде тазартып, олардың денесіндегі кутикулярлық заттарды жалап алады. Дәл осы химиялық қосылыстар арқылы олар өздерін құмырсқаларға ұқсатып, илеу ішінде қабылдануын қамтамасыз етеді, әрі өзара қарым-қатынасты тұрақтандырады. Құмырсқа шегірткесі илеу ішінде ұзақ уақыт бойы еш кедергісіз өмір сүріп, берілетін азықпен қоректене алады. Алайда қиын кезеңдерде қорек тапшылығы туындағанда ол аса қауіпті қорек көзі құмырсқа дернәсілдеріне көшуі мүмкін. Бұл құбылыс олардың экожүйесінде қалыпты жағдай саналады, себебі қажеттілік туған кезде құмырсқалардың өздері де өздерінің нәсілін жеп қояды. Колония ішінде шегірткелер өте ұстамды мінез көрсетеді. Шу шығармайды, төбелеспейді, бір сөзбен айтқанда назар аудартпауға барынша тырысады. Тіпті басқа шегірткелерге тән дыбыс шығару қабілеті де оларда жоқ. Ұзын мұртшалары мен артқы қосалқыларының көмегімен шегірткелер айналасындағы ауаның ең әлсіз тербелісін де сезіп, құмырсқалармен кездейсоқ байланыстан сақтанады, әрі қауіпсіз арақашықтықты ұстайды. Себебі құмырсқалар бірін-бірі үнемі тексеріп отырады. Ал егер тану сәтінде шегірткенің химиялық бүркемесі әлсіресе, бұл құмырсқа тарапынан агрессияны бірден қоздыруы мүмкін. Құмырсқа шегірткесі көзге түсе бермейтін тыңшы секілді. Оның рұқсат қағазы бар, бірдей форма киеді, тіпті ортақ қорек қоймасына да кіріп шығады. Алайда оның нақты не істеп жүргенін ешкім көрмейді, қайдан келгенін де ешкім білмейді. Ең қауіпті тыңшы күдік тудырмайтын тыңшы.